Сәлем достар. Бұл Қонаев ТВ арнасы Алақай Балақай бағдарламасы эфирде. Біз 4-ші сынып оқушылары көрнекті жазушы, Кеңес одағының батыры, қазақтың батыры Бауыржан Момышұлының өмірбаяны мен шығарманы сөздерін айтып беретін боламыз. Ендеше 4-ші сынып оқушыларына кезек берейік. Бауыржандай қайратты аталардың ізіміз, Әли Аманчик апаның жарқын бейне жүзіміз. Бауыржан Момышұлының өмірбаянына тоқтап өтейік. 1910 жыл желтоқсанда туған ол, жамбыл жер, алтын бесік ел қорғаған батыл тұлға. Жуалыда өскен ел, елі үшін төккен тер, соғыс көріп шыңдалған халық сүйген дара ер. 1982 маусым айы қайғылы, Алматыда мәңгілікке қалды батырдан қолы. Батыр туған ел үшін, жан қиған жер үшін, Бауыржан ата мақтаныш, жүрегімізде мәңгішін, ерлігі мен елге үлгі, сөзі қалған мәңгілік. Батыр атын ардақтаймыз, біз бақытты ұрпақпыз. Соғыс кезінде батылдығымен көзге түсіп, халық оны батыр ретінде құрметтейді. Бауыржан атамыз жазушы да болған. Оның шығармалары Ұшқан ұя, Москва үшін шайқас, Офицердің күнделігі бұл кітаптарды ерлік пен тәрбие үшін жазған. Бауыржан атамыздың нақыл сөздерінде үлкен тәрбиенің мәні бар. Отан үшін отқа түс кемесің, тәртіпке бағынған құл болмайды. Ерлік елдің қасиеті, ерлік тәрбие жемісі. Жауынгерлік тәрбие әскери істе емес, киімде жатыр. Солдаттың анасы отанның анасы. Ақылды кісінің сөзі де өзі де сүйкімді. Бауыржан Момышұлы батырлықтың символы. Біз оның ерлігін мақтан етеміз. Біз 4-ші сыныбы, біз болашақ ел қорғанымыз. Құрметті көрермендер, Алақай Балақай бағдарламасы Қонаев ТВ арнасы үшін қош сау болыңыздар.